Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ауыздағы жағымсыз иісті 4 әдіспен қалай қайтаруға болатынын айтатын боламын. Бұл 4 әдіс 2 сағатта ауыздағы жағымсыз иісті жояды. Ауыз қуысын күніне 2 рет жуып, әр тамақтан соң ауызды тамақтан соң шайып тұрсаңыз да ауыздағы иіс кетпейді. Әсіресе таңертең ұйықтан тұрғанда сізге қолайсыздық тудырса, онда мына әдіс сізге көмек береді. Мамандардың айтуынша, ауыздағы жағымсыз иіс тазалықты дұрыс сақтамағаннан және кариестен, қызыл иектен қабынуынан, гастриттен немесе асқазан жарасынан пайда болады екен. Ал иісті кетіру үшін сағыз шайнау, кәмпит сору дұрыс шешім емес. Оның орнына май шайнау керек. Бірінші әдіс май шайнау. Мұны Тибет елі ұсынған. Таңертең аш қарынға біраз қасық майды тіліңіздің астына құйып шайнайсыз. Майдан қай түрін таңдау өз еркіңізде. Күнжіт майы болсын, күнбағыс майы болсын. Жұтпайсыз, мейлінше шайнайсыз, немесе сорасыз. Аз уақыттан соң майды түкіріп, аузыңызды таза сумен шаясыз. Осылайша 1 ай бойы жасасаңыз, ауыздағы жағымсыз иістен біржола құтыласыз. Сондай-ақ ағзаңыздағы улы заттар шығып, ағзаңыз тазарады. Екінші әдіс лимон немесе лайм. Өздеріңізге мәлім С дәрумені жағымсыз иіс тудыратын бактерияны өлтіреді. Күніне кем дегенде 2 рет лимон қосылған шай ішіңіз, немесе 1-2 тілік лимонды қабығымен жеуді әдет айналдырыңыз. Бұл әдіс темекінің де иісін кетіруге қабілетті екенін ұмытпаңыз. Үшінші әдіс көк шай немесе кофе дәні. Көк шай полифенолға бай, ол ағзадағы уытпен күреседі, ал кофе дәні антисептик қызметін атқарады. Ауыздағы жағымсыз иістен құтылғыңыз келсе, көк шайды немесе кофені ішпеңіз, керісінше жапырақты аузыңызға салып шайнаңыз. Төртінші әдіс дәмдеуіштер немесе шөптер. Құрамында эфир майы бар қалампыр, кардамон, бұрыш, фенхел дәмдеуіштер ауыздағы жағымсыз иісті жояды. Сонымен қатар насыбайгүл, аскөк, ақжелкен, жалбыз, тимьян шөптері де сізді қолайсыздықтан құтқарады. Бұларды тамаққа, салатқа қоспайсыз. Бар болғаны осы күйінде қалған біреуін аузыңызға салып шайнайсыз. Сосын баяу қимылмен шайнап бастаған соң, 1-2 минуттан соң ғана шөпті түкіріп тастап, аузыңызды таза сумен шайсаңыз болады. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.